Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының жариялануы туған еліміз бен жеріміздің тарихын терең танытып білуге және оны жаңғыртуға деген күш-жігерімізді шыңдай түсті. Себебі жазба рухани жаңғырту бағдарламасының жалғасы еді. Біз мақаланың тарихи санын жаңғырту бөліміне аса мән бердік. Ұлттық болмысымызды сақтап, жас буынға ұлттық тәрбиені сусындату жолында қажырланып еңбек етеміз. Өскелең ұрпақтың дамуына білім берумен қатар тәрбиенің бағытын күшейтудеміз. Осыған орай, биылғы 2020 жылы ұлы ғұламаларымыз Әл-Фараби мен Абайдың мерейтойларына орай олардың тағылымдарын кеңінен насихаттаудамыз. Білім ордамызда аталып өтілген шараларды жалғастыру мақсатында ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту эстафетасын пән бірлестіктері мен жас мамандарға, оқушылар мен олардың ата-аналарына жолдаймын.